Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Внимание клуба только на тебя. Танцуешь очень страстно, все хотят тебя. Еще по одной и полетим со мной. Тут не проканаю твою, я домой. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. О май гад, девочка совсем bad. Рядом толған жеги, оларды олға бad. Как будто мен доған внимание жоқ, как будто оған не надо любовь. Но мы обои знаем по-любому түн жаман болады стопудово. Как удобно саған, как ты хочешь, мадам. Скажи мне только да-да. Как удобно саған, как ты хочешь, мадам. Скажи мне только да-да. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Екі мың сегіз, қолда Nokia. Менде рэп Комптон, біреуде Токио. Интернет перевод жасау, от үйді. Аты барлығы мұрны өскен Пиноккио. 2009, қазақтар құлақта. Сол кезде білдім не екенін құлаққап. Ойымда санамда, бәрі тұрақтал. Жаймен сезім жүрек нені ұнатады. 2010, не тыңдайсың деді маған. Сол кезде көрдім музык үшін мені жамандаған. Бірақ қараларды тыңдағаным арланбағам. Сол кезде пайда болды қара бала армандаған. 2011, дауыстап айта бастады. Қара баланы қара жаққа бөліп тастады. Мектепте қойылатын баға 3-тен аспады. Жиналыста анамды жерден алып жерге тастады. 2012, мама оқимын жақсы. Жиғанына сыйлады, ноут болсын деп қатарласты. Сабақ емес басқа нәрсеге көзім түсті. Adobe Audition, ноуттағы көп түсті. Есімде тапсырғаным темір шөлмек жинап. Алғашқы табысыма алды микро 2000-ға. 2013, балмұздақ студент. Жолым болды мама грантқа мен түстім деп. Хабарласқан кезде анам маған қуанышты. Өмірде қара бала жаңадан бір бара қашты. 12 мыңды бір айға жетіп жаратқам. Сол жылы түсіп қайта айырылдым гранттан. Үйге барғым келмеді жармасып балақтан. Естіртпей жаймен көшеде жарнама таратқам. Құлақта құлақ қап акиматтың алдында. Арлы-берлі сыпырады демал алмай шаңына. Ресторанда жаймен арлы-берлі тамақтасып. Даяшы боп жүргенім сабаққа да қабаттасып. Сол кезде ұйқы бұзылды, қызыл көз қызыл тамыр. Не болса да құлағымнан тастамадым музыканы. Мен Хавайи 8 ең алғашқы махаббатым. Райым деп қойылды
Сол кезде лақабатым үлкен арманымен келді. Ауылдың қара баласы студияға DJ Records деп аталатын. 2014 жақын таныстық ағаммен. Тынысы кеңейді, мен мақтандым ақ жағаммен. Қуанамын танысқаныма, сендей адаммен. Кездеспесе кім боларымды білмейм тіпті шамамен. 2015 жинала бастады топ, арамызда тек мен дейтіні жоқ. Барлығы бірі үшін, бірі барлығына. Көңіл түсірмедік, болмаса да қарын тоқ. 2016 жаймен деп қадам бастым. Музыканы түсініп ағаммен қатарластым. Байқады қара баладан бір дүние, сол студия айналды менің үйіме. 2017 қоржында әндер жиналды. Осы кезде әндерге аяқта деді финалды. Ауылдан әкелген қарапайым әндеріңнен жасаймыз деді ағам. Альбом идеалды. Есімде жеңістің қасымда болған кездері, шаршағанда қолдау берген оның сөздері. Есімде Димаш студияға келген сайын әрбір жазған әндерімнен алып кететін кайф. Есімде Алина әрбір жазған әндерімді түсінеді, еске алып көрші болған кездерімді. Есімде команданың барлығы да мен үшін, жұмыстары болса да аямады бар күшін. Мен үшін ол кезде ұйықтамады жасыл қала, ұйқысын бөлді мен үшін ең жақын ағам. Пайда көздеп жазған емес ішкі дүниені ақтарып альбом жазды, маталды қара бала. Алғашқы альбом райымның қуанышы, бұл альбоммен мақтанды өзінің ауыл іші. Сол кезде бүкіл Қазақстан қуанатындай хит жазылды Артур мен таң атпай. Қой бағып өскен ауылдағы қара бала, қалжыңдайды аға менді, қазір ол қала бала. Гастрольді райым Артур барлық жерде бүкіл қала. Мәскеуде, Ресейге, Бішкекте қырғыздарға. Мен көрінгенге мәз боламын, мен үшін мүмкін нәрсе жасаған әр қадамым тәрбиесі деп білемін ата-анамның. Және де қарапайымдылықты үйреткен ағамның. Бастысы қымбат нәрсе олардың аттар емес, қымбат заттар олар мүлдем заттар емес. Бастысы шыққан жерді ешқашанды ұмытпа, бауырым менен артық етпес жай кеңес. Байқағаным көңілсіз әр альбомның соңғы трекі. Осы 10 жыл мен үшін бақытты сәттер өмірдегі. Жанұяма алғыс қолдап жүрген мен үнемі, бір Аллаға мәлім, тек алда тағы не күтеді.